қазір мынау Рахат деген баланы басын көтерші. Рахат деген бала осы, мен сіздерге 2 айдың алдында бізге Талдықорғаннан Сарқандтан цирроз печень бір бала келе жатыр. Соның нәтижесін кейін көрсетем деген. Міне Рахат біздің себепті нүктенің көмегімен және менің айтқан кеңестерімді бірге орындап, өзінің тырысқағының, өзінің құлшынысының арқасында осындай жақсы нәтиже көрсетті. Рахат, қарныңды көрсетші. Қазір ішінде дым жоқ. Негізінде мынандай болып 8 айлық, 9 айлық бала көтергенде болып келген. Қазір міне өзі орталықта үйреніп, өзі адамдарды емдеп жатыр. Не айтасың? Жақсы, Аллаға шүкір, осы апайымыздың несіне сеніп, бірінші Аллах тағалаға сеніп, екінші апайымыз себебі, себеп нүктенің арқасында өзім ауруымнан айыққаннан кейін оқиыншы деп неге мен өзім қазақтарға